Ассаламалейкум, мұсылмандарым. Міне 1000 жыл болды біздің тұмшақ алдындар бүкіл мұсылмандарды шіркке итеріп, шіркке сатып жүргеніне. Олар егер о дүниеде Аллахтың алдында қиямет күні жасаған күнәларыңдан құтылып, аман есен тозақтың отынан жоламай жәннатқа кіру үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан шапағат сұраңдар дейді. Сондықтан бүкіл мұсылмандар пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассаламнан шапағат сұрауда. Бұл деген үлкен шірк болып есептеледі. Адамнан сұралған көмекті жаратушы жасаған иеміздер емес. Аллах тағала Құранда Әл-Күрси аятында аударып айтатын болсақ, бүкіл адамдар, адамзат ешқайсысы да Аллахтың алдында шапағатшы бола алмайды, тек менің рұқсатыммен ғана шапағатшы болар деп айтады. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан шапағат сұрамай, тек Аллахқа дұға жасау керек. Я субханаллах тағалам жаратушы жасаған ием, қиямет күні маған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шапағат жасауына рұқсатыңды, ризашылығыңды бере көрсету керек. Сонда ғана дұрыс болып есептеледі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келген хадистарға қысқартып айтсақ, қызы Фатимаға мен сен түгіл өзіме де көмектесе алмаймын деп айтқан еді қиямет күні. Сондықтан да сақ болыңдар, байқаңдар, күнә жасамаңдар. Шірк деген ол үлкен күнәнің бірі болып есептеледі. Аллахтың кешірмейтін